Қызылордада мектеп оқушыларының улану дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Балалардың жаппай аурухана төсегіне таңылу себептері әлі белгісіз. Астанадан арнайы келген мамандар тексеру жұмыстарын жүргізуде. Соңғы бір аптада аталған мектеп гимназияда 2 бірдей жаппай улану фактісі орын алып, 81 оқушы мен 2 оқытушы ем қабылдауға мәжбүр болған. Қалтай Мұхамеджанов атындағы оқу ордасынан өткен жұмада 67 оқушы ұшыны белгілерімен ауруханаға жеткізілген. Олардың барлығы басы ауырып, жөтел қысатын, тыныстау қиындаған айтып шағымданған. Араға 4 күн салып, аталған гимназиядан 14 бала тағы да ауруханаға түскен еді. Дәрігерлер қазір 49 науқас емделіп жатқанын айтады. Енді бұл балдардың жалпы былай айтсақ үйге де шығаруға болады. Демек біз жаңағыдай қосымша ауруларын зерттеп, енді ауруханаға түскесін осында жағдайын зерттеп, тексеріп сөйтіп жатырмыз. Аймақтағы тұтынушылар құқығын қорғау департаментінің мамандары мектепте зерттеу жұмыстарын жалғастырып жатыр. Зертханалық тексеруден су мен ауа сынамалары өткізіледі. Прокуратура бар, құқық қорғау органдары бар, облыстық денсаулық сақтау басқармасы бар, төтенше жағдай басқармасы бар, және білім бөлімі бар. Осы арнайы дәрігерлер бар, бәрі де кеше ата-аналармен кездесті. Қазіргі таңда енді соны іздестіру жұмыстары жүріп жатыр. Негізі не зат екені әлі осы белгісіз, оны зерттеу анықтайды. Қазір осы оқиғаға орай қылмыстық іс қозғалған. Прокурорлар бірнеше болжамды қарастырып жатқандарын жеткізді. Оқушылар белгісіз газдан улануы мүмкін. Қылмыстық іс қылмыстық кодекстің 293 бабының бірінші бөлігімен қозғалған, яғни бұзақылық дерегі бойынша. Енді қазір іс бойынша бірнеше болжамдар болып отыр, орысша айтқанда версиялар. Ол бір улы газ бойынша, болмаса канализацияға қатысты ма, осылар бойынша тексерістер жүріп жатыр. Жалпы бір апта ішінде 80-нен астам оқушы уланған мектепте оқу процесі күнделікті тәртібімен өтіп жатыр. Балалар үшін алаңдаған ата-ананың үрейі мен күмәнін мамандар сейілткен сияқты. Ал жаппай уланудың себебі жан-жақты зерттеулерден кейін жария етіледі. Шайпа Сақтапова, Данияр Мырзабеков, Астана телеарнасы, Қызылорда.